Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің есімім Қыдыршаев Орал Абатұлы. Сіздерге оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамыту мұғалімдерге арналған практикум атты педагогтерге біліктілікті арттыруға арналған курсын таныстырғалы жатырмын. Қазіргі мектеп жағдайында білім алушылардың тек ақпарат іздеуге және дайын мәліметті қайта айтуға үйрету жеткіліксіз болып келеді. Бүгінде олардың зерттеушілік сұрақ қоя білуі, деректер жинауы, дерек көздермен сауатты жұмыс істеуі, нәтижелерді талдауы және негізделген қорытынды жасай алуы ерекше маңызды. Сондықтан зерттеушілік дағдылар функционалдық сауаттылықтың жалпы сыни тұрғыда ойлауын, дербестіктің жалпы академиялық адалдықтың маңызды негізіне айналып отыр. Бұл курс білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне, оқушылардың зерттеушілік дербестігін дамытуға ұмтылатын мұғалімдерге, сондай-ақ зерттеушілік тәсілді сабақ және сабақтан тыс практикаға енгізіп жүрген мамандарға арналған. Әсіресе мектеп жағдайында жаңағы мини зерттеуді ұйымдастыратын түсінікті, бірізді және де қолдануға ыңғайлы алгоритмдері қажет мұғалімдерге және де өте пайдалы болып келеді. Бұл курс мектеп тәжірибесінде жиі кездесетін кәсіби сұраныстарға жауап береді. Мысалы, білім алушылар бұл жерде ақпаратты қайта айтып береді, бірақ зерттеу жүргізбейді. Сапалы зерттеушілік сұрақ құрастырады, сол бойынша қиналады. Деректер жинауға және дерек көздермен жұмыс істеуге арналған сенімдер, құралдар жетіспейді. Ал қорытындылар жеткілікті дәрежеде дәлелденбей қалады. Сонымен қатар зерттеушілік дағдыларды бағалаудың ашық әрі педагогикалық тұрғыдан негізделген критерийлеріне ерекше назар аударылады. Оқу барысында сіз мектептегі жалпы зерттеудің ішкі логикасын тұтас түсінуге мүмкіндік аласыз. Бұл жерде зерттеушілік тапсырмаларды, жобалау құралдарын, деректер жинау, нәтижелерді талдау және интерпретациялау тәсілдерін меңгеретін боласыздар. Сондай-ақ зерттеу нәтижелерін ұсынуға және оқушылардың зерттеушілік дағдыларын бағалауға арналған нақты шешімдер аласыздар. Енді курстық барлық материалдардың өз пәндеріңізге, жас ерекшеліктеріңізге, оқушыларыңыздың және де нақты мектеп жағдайында бейімдеуге мүмкіндік болады. Бұл курс жалпы 5 модульден тұрады. Әр курстың өзінің логикалық тұрғыда, жаңағы эволюциялық тұрғыда өз жаңағы сабақтарыңызға, өз мектептеріңізге енгізуге жақсы мүмкіндік алатын боласыздар. Енді курстық бұл жерде практикалық құндылығын айтатын болсақ, мұғалім өз жұмысында бірден қолдана алатын нақты бір құралдармен айқындалады. Олардың жалпы қатарында зерттеушілік дағдылар бойынша оқыту нәтижелерінің картасы, мини зерттеу паспорттары, деректер жинау құралдары, тағы басқа көптеген жаңағы құралдар алатын боласыздар. Оқыту қашықтық жалпы форматта ұйымдастырылады және де материалдар өз қарқыныңызбен жалпы меңгеруге мүмкіндік береді. Курсқа енді бейне дәрістер, әдістемелік материалдар, жаңағы практикалық бағдарланған тапсырмалар және тағысындағы әртүрлі инструменттер сіздерге берілетін болады. Өз ыңғайлы уақытта оқуыңызға жақсы бір мүмкіндік болады сізде. Құрметті әріптестер, сіздерді оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытуға арналған курсына қуана шақырамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарлама тыңдаушыларыңыздың қатарына көруге қуанышты боламын. Сау болыңыздар.